Сәлем, мен Мақсатов Абзал. Көбі Крепс циклін сұрап жатыр. Алайда Крепс циклі бұл деген бір ұзақ процестің ішіндегі бір бөлігі де, энергия алмасу, энергия шығару процесіндағы бір этап. И Крепс цикліне дейін бізде гликолиз деген этап бар. Вот сол гликолизді бірінші түсініп алу керек. И мына жерде жалпы көптеген терминдермен танысатын боламыз. И оның барлығы бізді Крепс циклін түсінуімізге жақсы атсалысатын болады. Кеттік, ендеше бастап кетейік. Жалпы осы гликолизден бастаймыз, сосын Крепс циклі, одан кейін тотыға фосфорлену бар. Олардың барлығы не үшін керек? Олардың барлығы бізге АТФ шығарып беруі үшін керек. АТФ бізде кәдімгі клетканың ішіндегі энергия. Кез келген реакция осы АТФ-тің арқасында болады. И сен осы гликолизді, Крепс циклін, одан басқасын былай елестет. Біздегі бар глюкоза да, бізге келген глюкозаны максимально сығып ішінен энергияны как можно больше алып алу. Вот осы бізде. Осының барысында біз неше түрлі заттармен айналысатын боламыз. Так, АТФ-ті қазір айтып кететін болсақ, расшифровкасы аденозин 3 фосфат, яғни 3 фосфаты бар мына жерде. И бұл бізде нуклеотидтер отбасына жатады. Нуклеотидтер дегеніміз бізде кәдімгі ДНК-ны, РНК-ны, яғни нуклеин қышқылдарын жасайтын кішкентай мономерлер. Мысалға мына жерде белгіленген ол бізде аденин нуклеотиді. И аденинге қарайтын болсаң, екеуінің ұқсастығы түгелімен бірдей. Только мына АТФ-та бізде 3 фосфор қышқылы бар. Мынау бізде рибоза, мынау бізде ДНК-ның ішіндегі дезоксирибозасы, бірақ плюс-минус екеуі бірдей де. Және де мына жердегі азотты негіз екеуінде де аденин. Жақсы ма? Мынада 1 фосфор, мынада 3 фосфор. Осындай сұрақ келуі мүмкін. АТФ-тің нуклеотидтерден айырмашылығы, сол кезде сен 3 фосфор бар деп жазатын боласың. Потом мына жердегі АТФ ол бізге қалай энергия беруші, энергия сақтаушы рөлін атқарады? Себебі мына жердегі фосфорлардың арасындағы байланыс бізде, вот осы байланыстар үзілген кезде көптеген энергия сыртқа бөлініп шығады да, болып жатырған реакцияны зарядтайды деп айтсақ та болады. И осы көп энергиясы бар байланыстарды мына жердегі біз макроэргиялық байланыстар деп айтамыз. Макроэргиялық байланыстар. И ол белгіленген кезде мынандай толқын тәріздес болып белгіленеді. Так, и жаңағы макроэргиялық байланыстардағы энергияны біз қалай аламыз? Біз гидролиздеу арқылы аламыз. АТФ-ті гидролиздеу процесі. Гидролиз дегеніміз, гидро деген су, мына жердегі көк түспен белгілеп қойған, лиз деген ыдырату, су арқылы ыдырату деген сөз. И мынандай сұрақтар келуі мүмкін тағы, АТФ-тің гидролизденгенде бөлінетін энергия деп. Негізі бізде кітап бойынша 30.6 килоджоль деп белгіленген. Алайда нұсқа талдаулардың көбінде 40 килоджоль деген ответ болады, көбі осыны таңдайды, және де дұрыс ответі да осы болып табылады. Так что дұрыстап қарарсың да, 30 келіп тұрса 30 деп белгіле, 30 жоқ болса онда 40 деп белгілейтін боласың. Бұл жаңағы бір АТФ-тің фосфоры гидролизденген кезде. И гидролиздену қалай жүзеге асады? Мына жерде біз суды қосамыз. Суды қосқаннан кейін АТФ уже бізде аденозин дифосфатқа айналады, яғни 2 фосфат плюс мына жердегі ОПО4, мына жаңағы біздің бір мына жердегі фосфор міне да, осыны біз бөліп алдық. Вот осындай. Яғни фосфорды бөліп аламыз, осы кезде бізде энергия шығады. Енді қара, АТФ бізде ылғи қозғалыста. Мысалға мен қазір сөйлеп жатырмын, немесе сен ұйықтап жатқан кезде демалып жатасың, жүрегің соғып жатады, миыңда түс көріп жатырасың, неше түрлі импульстар өтіп жатыр, нейрондардың ішінде. Солардың барлығына бізге энергия керек, и АТФ ылғи бізде айналымда. Яғни АТФ болады, осылайша ол АДФ-қа барып айналады, өзінің энергиясын беріп кетеді в процессе. Мына жерде энергиясын беріп кетеді, и кері митохондрия арқылы АТФ-қа түзіледі. АДФ-тан АТФ жасаймыз да митохондрия процесінде. Бұл ылғи процесс, бұл тоқтамайтын процесс. Сондықтан біз АТФ-ті тұрақтандыра алмаймыз көбінесе. Біз алдағы уақытта керек болып қалады ғой деп АТФ-ті бір жерге жинап қоя алмаймыз. Ол всегда реакцияға түсіп кете береді. Сондықтан энергияны біз АТФ түрінде емес, көбінесе именно май мен гликоген түрінде жинаймыз. Біздің ағзада мысалға в первую очередь, егерде адам, допустим, кетіретін энергиясынан көп тамақ жеп қоятын болса, онда бауырда жиналып бастайды гликогендар бірінші, бауырда. Одан кейін бауырға симай жатса, бұлшық еттердің ішінде жиналып бастайды. Одан кейін бұлшық еттерде симай жатса, уже жаңағы келген тамақ, немесе глюкоза майға айналады да, адамның артында, алдында, ішкі аймақтарында жиналып бастайды. Май жиналып бастайды, семіз болып бастайды адамда. И мына гликоген деген кәдімгі глюкозаның бүйтіп бірге тізбектелген полимері.
Жақсы ма? Жаттадыңдар ғой да, өсімдіктерде қоректік қор ол бізде крахмал, жануарларда гликоген, саңырауқұлақтарда гликоген деген вот тап сол. Вот энергия қоры, энергия аккумуляторы немесе қоректік қор барлығы бір зат болып саналынады. Енді осы қоректік қорлардан алып болсын, немесе жеген тамақтан болсын біз энергия шығарамыз. Сол энергия шығару процесін түгелмен энергия алмасуы, немесе энергетикалық алмасу, немесе катаболизм, немесе диссимиляция деп атаймыз. Ал обратный процесті, керісінше, оны бізде пластикалық алмасу дейді, анаболизм дейді, және де ассимиляция деп атайды. Бізге қазір именно энергия алмасу керек, және де оның 3 кезеңі бар. Бірінші кезеңі ол бізде дайындық. Ол қалай? Жасушаға бірінші глюкоза болсын, немесе одан үлкендеу молекулалар кіреді, и сол кезде лизосома арқылы біз көптеген көмірсуларды, жаңағы крахмал гликогендерді глюкозны түріне дейін ыдыратып тастаймыз. Глюкоза жасап аламыз өзімізге. И как раз таки осы глюкоза бізге мына қадімгі гликолиз дедік, жаңа крепс цикл дедік, вот соған баратын молекула, соған баратын көмірсу, ең атақты көмірсу. Жақсы ма? Одан кейін дайындық кезеңінен кейін глюкоза келеді, оттексіз немесе анаэробты кезеңге келеді. Ол жерде ол ыдыратылады тағы да. И дальше оттекті немесе аэробты ыдырату кезінде крепс циклі осы жерде как раз таки. И одан кейінгі тотығап, фосфорлену тоже осы жерде, оның барлығы бізде митохондрияның ішінде болады. Оны біз келесі сабақта қарастырамыз дұрыстап. Вот, осылайша бізде глюкозадан максимально жаңағы айтылған АТФ-ті энергияны сығып өзімізге алып аламыз. Енді қазір бізге именно оттексіз ыдырауы керек. Оттексіз ыдырауын біз басқаша гликолиз деп атаймыз. Глюко деген көбінесе көмірсу деген мағынаны білдіртеді, ал лиз деген ол лизис немесе литика дейді, ол ыдырату деген мағынаны білдіреді. Мына жерде ана артында тұрған көптеген формулаларға, структураларға назар аударма. Ең бастысы бізде глюкоза жаңағы оттексізге келген, ең атақты көмірсу клетканың ішіне кірген. И бұл бізде екіге бөлініп кетеді. Екі ПЖК молекуласына, пиро, жүзім, қышқылы, немесе басқаша оны қысқаша біз пируват деп атаймыз. Пируват. И мына жерде байқасаң, төртнан бәрін жаттап керек емес, 10 этап бар. Қазір төртке келеміз, айтам. 10 этап бар да, міне 1, 2, 3, 4, и солайша 10-шы этапқа дейін келеді. Осыны жаттап алсаң жарайды. И мына жерде 4-ші этапта бізде глюкоза 2-ге бөлінеді. 2-ге бөлінеді. Немесе мына жерде де байқап тұрсың, міне ұзын бүйтіп, қазір басқа түсалайын. Ұзын стрелкамен келе жатырады да, бүйтіп, мына жерде уже 2-ге бөлініп кеткен. Вот. Яғни глюкоза бізде формуласы басында қандай болды? С6H12O6 болды ғой. Тап осы бізде просто С3-ке, 2 С3-ке бөлініп кетеді. С3, H4O3. И мына жерде неге H6 емес деген сұрақтарды қойсаң, ол логический сұрақ. Бірақ оны қазір в процессе түсінетін боласың. Алайда вот осындайдың X2 деп қойын да, 2X. Вот, осындайдың 2 молекуласына 2 пируватқа, мынаны біз пируват деп атаймыз. Вот. И бұл жерде бізге керектері именно, потому что кітапта да мынаның әрқайсы белгіленіп, әрқайсы жазылмаған 10 заттың да. Бізге именно керектері мыналар. Мынау тап сол жаңағы гликолиз. Мына жердегі тұрған біздің глюкоза молекуласы. Глюкоза. И ода 1, 2, 3, 4, 5, 6 көміртек бар. И мына процестің барысын біз 2-ге бөліп тастасақ болады. Гликолизді. Біріншісі инвестиция деп атайық. Энергия саламыз керісінше. Энергияны инвестициялаймыз. Неге? Себебі осы салған энергиямызды біз намного көбірек етіп алдағы уақытта шығарып алатын боламыз. Бұл жерде біз 2 АТФ-ті жұмсаймыз. ATP деген, мұндағы АТФ деген. 2 АТФ жұмсап, біз глюкозаға 2 фосфор қосамыз, АТФ-тан келген. И солайша оны тағы 2-ге бөліп тастаймыз. Міне 3 көміртек, және де үстіндегі АТФ-тардан келген фосфор молекулалары бар. Одан кейін бізде мына жерде жаңағы салған 2 АТФ-тан кейін біз әр бөлінген молекуладан 2 АТФ-тан алып аламыз кері. Сонда общий 4 АТФ алдық, 2 АТФ жұмсадық, и в итоге суммарно бізде плюс 2 АТФ-тамыз. Ол жақсы. Плюс 2 АТФ-тамыз, еще оның үстіне біз N, A, D, H деген никотин, амид, аденин, динуклеотид деген молекула жасап аламыз. Осындай 2 бар. Міне, біреу және де 2. И бұл не деген сұрақ болса, қазір мен саған айтам оны.
никотин, амид, аденин. Вот осындайдың екеуін жасап аламыз. Екеу деп қояйық мына жерге де. И потом мына шыққан жаңағы біздің 3 көміртектен тұратын, ол біздің жаңағы ПЖК-лар. Жақсы ма? Бір ПЖК и екінші ПЖК. Осылайша бізде общий 2 ПЖК болады. Плюс 2 ПЖК. Тап осы сұрақ келеді. Гликолиз процесінде шығатын молекула немесе оттексіз ыдырау процесінде шығатын молекулалар деп. И NADH деген бұл не? Қара, біз глюкозны бастағаннан бері де С6 болды ғой басында. С6, H12, O6 болды ғой. Вот осыдан біз энергияны бірнеше түрлі тәсілдермен ала аламыз. Бірінші, біз сразу энергия бөліп ала аламыз. Мысалға, мына жерде. Біз кәдімгідей АТФ-ті напрямую осы глюкоздан бөліп алдық. Мына жерде то же самое. И ертең Крепс циклында да көресің, біз осылайша напрямую энергияны бөліп аламыз, алайда ол көп бөлігі емес. Напрямую сразу АТФ-ті глюкоздан алып алған, ол көп бөлігі емес шығатын энергияның. Шығатын энергияның көп бөлігі как раз таки осы мына NAD-лармен болады. Жақсы ма? Ол қалай? Ол мына глюкозның ішіндегі сутектер бар ғой, сол сутектерді өзімен бірге алып кетеді. Міне байқап отырсаң, мына жерде NAD болды да, одан кейін NADH. H деген как раз таки осы сутек. Сутектің қасында бізде электрон міндетті түрде бірге жүреді. Сол сутек пен электронды алып кетеді осы NAD. И ең соңында митохондрияның ішіндегі тыныс алу тізбегі деген бар, немесе электрондық тізбек деген бар. Тотыға фосфорлену ертең қарастыратын боламыз. Вот сол жерге апарып береді. И сол жерде бізде АТФ синтетаз деген бір фермент бар. Деп айналып бізге бірнеше АТФ-ті шығарып береді. Соның айналуына как раз таки осы NAD-ның апаратын мына сутегі көмектеседі. Вот осы бізде жаңағы шығатын 36 АТФ-тің көп бөлігін именно осы сутектер жасайды. Жақсы ма? И кеттік, осымен кете берейік. Жайлап тағы айтатын не бар мына жерде? Да, вроде бы болды. Мына жерде инвестиция фазасы, и мына жерде кері алу, энергияны алу фазасы. Потом бізде ПЖК шыққаннан кейін, ПЖК, жаңағы пируват, ол лейбі митохондрияның ішіне бару мүмкін. Кстати, бұның барлығы бізде мынау жасушаның іші деп елестеді, қара. Мынау жасуша деп елестеді. И жаңағы гликолиз деген процесс, бізде ол цитоплазманың ішінде болады. Мына сұрақта келу мүмкін. Гликолиз қайда болады деп, сол кезде сен цитоплазманың гиалоплазмасында деген ответ болады, да, сұйық бөлігінде деген сөз. Немесе сразу цитоплазмада деп жасап қоясың. И гликолиз процесі, ол жаңағы біздегі келген глюкозаны екіге бөліп тастайды, 2 ПЖК-ға. И бұл 2 ПЖК не істейді дальше? Егер де жасушаға бізге оттек келетін болса, егер де оттек доступны болатын болса, мына жерге бүйтіп қояйық. Так, оттек қояйық та, оттек бар деген сөз. Онда мына ПЖК-лар өзгеріп бізге митохондрияның ішіне кіретте, потом мына жерде Крепс циклына түседі. Мына бізде Крепс циклі, и ол жерде бізде көмір қышқыл газы шығады. И бұның барлығын біз аэробты тыныс алу деп айтамыз. Аэробты тыныс алу, да, оттек келген кезде. Ал егер де оттек жоқ болса, мына оттек. Так, мынаны бүтсе қойып қайтып. Оттек жоқ болатын болса, онда мына жерге X оттек деп қоямыз да, оттек жоқ. Онда мына 2 ПЖК бізге көп жерде айтылатындары этил спиртіне немесе сүт қышқылына айналып кетеді. Сүт қышқылы. Жақсы ма? И тап осы процесті, яғни ПЖК-ның тұрақты этил спиртіне немесе сүт қышқылына айналуын біз ашу деп айтамыз. Мынау тоже келіп қалуы мүмкін. Ашу, орысша бұл брожение, ферментация, да? И мыналарды сен күнделікті өмірде кездестіре аласың. Этил спирт мен сүт қышқылын. Оны қандай жерлерде кездестіре аласың? Мысалға, адамдар тренировка жасаған кезде естуің де мүмкінсің, да? Аэробты тренировкалар бар и анаэробты тренировкалар бар. Аэробты тренировкалар деген андай қатты қиналмай жасайтын тренировкалар. Мысалға, просто жүру, ол бізде аэробты тренировка. Ал интенсивный нагрузка болатын болса, прям терлеп андай терең тыныс алып жасайтын тренировкалар болса, оларды біз анаэробты дейміз. Неге? Себебі анаэробты именно тренировка кезінде сенің бұлшық еттеріңе оттегі жетіспей жатыр, сен сондықтан терлеп жатсың, сен терең демалғың келіп жатыр да, қайта ынтығып деп бүйтіп шаршап жатсың. И сол кезде сенің бұлшық еттеріндегі жасушаларға оттегі жетіспей жатқан кезде оттегі тұрады да, не істейді? Міне оттегі жетіспей жатыр. X оттегі деп жазып қойдық мына жерге. И ол митохондрияға апармайды уже. Дальше ПЖК-ны. Ол ПЖК-ны алады да сразу сүт қышқылына айналдырады. Сүт қышқылына айналдырып жібереді, окей? И сүт қышқылына айналдырған кезде, қазір көрсетейін, міне ПЖК болды.
бізде. И осы ПЖК бізде С, қазір мына жерге С3H4O3 болды ғой. Тап осыны сүт қышқылына айналдырады. Сүт қышқылы бізде С3H6O3. Жақсы ма? И бұны не үшін жасайды? Себебі оттек жетіспей жатқандықтан митохондрияға ПЖК-ны беріп жіберетін болса, ешқандай пайдасы болмайды. Оттегі жоқ все равно, и біз одан энергия жасай алмаймыз. Давай лучше біз больше гликолизді, именно оттексіз ыдырауға көп көңіл бөлейік те, соны добивать етіп тастайық дейді де, олар жаңағы аэробты демалуға забить етіп тастайды да, ПЖК-ны сүт қышқылына айналдырып жібереді. И бұл жерде бізге керек именно сүт қышқылына айналдырған кезде біз жаңағы НАД бар деп айттық қой. Сол НАД-ны, міне НАД бұл гликолиз процесінде өзімен бірге сутекті алып кетті. Осы сутекті как раз таки міне 4-тен 6-ға айналды ғой. Сол екі сутекті, екі НАД-ны осы сүт қышқылына айналдыруға қолданып жібереміз де, и жаңағы босаған надтарды кері гликолизға апарамыз. Міне босаған надтарды кері осы гликолизға алып келеміз. Осылайша надтарды айналдырып аламыз. Жақсы ма? Ал надтар бізде бос болса, гликолиз процесі жалғаса береді. Ал егерде надтар NADH болып қалып қоятын болса, осылай онда біз тупикке келіп тоқтап қаламыз. Ок. Так, и тек қана біздің денемізде емес, кстати, жаңағы сүт қышқылы деген бұрын андай ой болды. Миф деп айтсақ та болады, қазір, потому что олай емес. Ол сен тренировкадан кейін, қатты бір шаршағаннан кейін, келесі күні денең ауырады, ол мышцаларың ауырады, сол көбінесе осы сүт қышқылының бөлінуінен болады деп айтылатын еді. Қазір алайда ол олай емес. И сүт қышқылы сен күнделік мысалы сыр жейсің ба, немесе қымыз ішу мүмкінсің, кейбіреулердің шұбат ішу, қатық, айран, олардың барлығы бізде сүт қышқылы процесін жасайтын бактериялар, немесе саңырауқұлақтар бар. Допустим, йогурт обычный, олардың барлығының ішінде бифидобактерия, лактобактерия деп айтады. Допустим, қазір биоцины сатып алып сыртын оқитын болсаң, сүт қышқылы бактериялар деп ішінде жазылады даже сыртында. Вот. Так, бұл жерде вот ашу деп айтамыз, и все. Және де екіншісі этил спиртіне айналдыратын, оны біз ашытқы саңырауқұлақтар жасайды бізде. Ашытқы саңырауқұлақтар өткен кезде есіңде болу керек, дрожжи, да? И ол не істейді? Ол мына ПЖК-ны С3H4O3-ті айналдырады этил спиртіне. Этил спирті бізде С2H5OH и плюс CO2-ға айналдырып жібереді. Мына екеуін егер қосатын болсаң, тап осыны кері аласың. Жақсы ма? Тап осыны кері аласын, и еще манағы айтқан біздің NADH-тан, екі NADH-тан аштар мұнда келіп қосылады. Жақсы ма? И тап осылайша тоже біз NADH-тың аштарын беру арқылы NAD-ны босатып аламыз да, NAD-ны кері гликолизға жібереміз. Бар, жақтан барып сутектерді алып кел деп. И бұны қандай кезде қолданады? Бұны үйде нан баса ма мамаларың? Вот нан басу кезінде нанды қойып қойғанда бетін жауып тастайды ғой специально. И потом ісінеді ғой. Вот сол как раз таки ішінде қазір ашу процесі болып жатыр деген сөз. Именно спирттік ашу болып жатыр. И көтерілетіні, бұның нанның көтерілетіні ішіндегі мына көмір қышқыл газының көбеюінен. И солайша нандардың ішінде тесіктер көп пайда болады. Дұрыс па? Даже сырлардың ішіндегі тесіктер ол тоже осы көмір қышқыл газының көбеюінен пайда болады. Потом сонда ойлайсың да, сен сонда мен нан жейтін болсам, мен сонда этил спиртін жеп жатырмын ба деген сұрақ болуы мүмкін. Алайда этил спирті біз білеміз, ол тез ұшып кететін молекула, и біз нанды пісірген кезде оның ішіндегі жаңағы этил спирті ұшып кетеді де, нанның ішінде почти полностью этил спирті қалмайды. Біз именно осы көмір қышқыл газына көңіл бөлеміз нанды ашытқан кезде. Ал екінші ашыту бар, ол кезде тап осы этил спирті мен көмір қышқыл газ шығады. Алайда ол жерде біз керісінше көбінесе көмір қышқыл газын алып тастаймыз да, этил спиртін қалдырып қоямыз, и осылайша біз пивоны, квасты, виноны, шампандарды осылай жасап аламыз. Ашытқы саңырауқұлақтарын қолдану арқылы. И мынандай көпіріктерін қайдан пайда болды деп айтатын болсаң, бұл как раз таки сол жаңағы ішіндегі көмір қышқыл газы. Жақсы ма? Так, сұрақтарға жауап беріп тастайық. Мына жерде түсіндік деп ойлаймын. Гликолиз процесінен кейін оттегі болса митохондрияға кетеді, крепс циклі, да, ары қарай дальше аэробты тыныс алу, оны ертең қарастырамыз. Ал оттек болмайтын болса, онда сүт қышқылына айналдырып жібереді, немесе этил спиртіне айналдырып жібереді, және де осыны біз ашу деп атаймыз. Жақсы ма? И все. Сұрақтар: оттексіз тыныс алуды белгіле дейді. Ол бізде анаэробты деп атаймыз. Дальше гликолиз кезінде глюкоза ыдырағанда қандай молекула түзіледі? Ол жаңа айттық, ПЖК. Бір молекула глюкозаның оттексіз ыдырауында, яғни гликолизде түзілетін заттар. Ол бізде көмір қышқыл газы жоқ, ондай шықпайды. Вот сүт қышқылы бізде шығады ма? Да? ПЖК-дан кейін оттексіз болса бізде сүт қышқылы немесе этил спирт шығады. Значит, мына жерде дұрыс. Неге екі молекула? Потому что бізде екі молекула ПЖК шығады деп айттық. Дальше АТФ 36 шықпайды, екі молекула АТФ шығады, я кеталоглютар, лимон қышқылы болмайды. Осы екеуі болады ответ.
Так, осымен сабақ бітті. Келесі крепс циклінде кездескенше сау бол.